үй өртенгенде деген сияқты ше. 3 рет жалқау бір адам болады ғой, кездеседі ғой ішінде. Тек жаңағыда әркім пайдаланатын ше. Естіп тұр ма? Сол кезде оны қуып жібереді. Бар аяқа деп. Өзінің руынан қуып жібереді. Ол аш жалаңаш жүрген кезде біреуге барып жаңағыдай местаға жұмыс істеймін, тек тамақ берсең болды дегендей кіріп алады. Міне қара. Ай, текті қазақ сенде бірдеңені тұрмаш. Ешқашан ағайындар оны мен до конца айтайын да, до конца айтайын. Ой, қойшы сенде бір бәлем өзінің әйелі қоя тұршы. Жоқ, немене шығарып отырсың сен мына жерде. До конца айтайын. Ондай болмаған қыз жерден ағайын баласы. Ой, тоя тұршы. Мен айтып тұрмын ғой, ешкімге сыймағанды айтып тұрмын. Стиламағанда. Өзінің мынау әйел алады ғой. Өзінің әйелі менсінбей басқа бір әйелдер кетіп қалады ғой. Қаңғырып ше еркек. Сол кезде жаңа өзінің інісі бойдақ соған береді да, бар аяқта қуып жіберетін болған еркекті. Ол ішерге сыймайтын болған ондайды. Өйткені ол нұқсан келеді өзінің руына деген. Ну это же единичный случай, не повсеместно, единичный случай. Болса да единичный случай болған шығар, оны бәрі. Ол редко, ол редко болады, ол редко болады нәрсе. Ол намыс қой, ол ешкім бармайды оған. Жаңа мәліметті айтып берсем бола ма? Айтшы. Енді айтып жатыр ғой, жаңа монах айтып беріп жатыр да, жаңа монах Плано Карпини. Римдік не монах, в общем. Адамның аты ма, анау Қытайда буддизм ба не ол? Монах деген анау жаңа католиктер бұрын ана жер шарлап өздерінің религиясына жұрттарды үгіттеп жүре берген ғой, қаңғырып өтіп. Вот сол, короче, Батудың ордасында болған қонақта. Вот соның кітабында қазақтардың ырым тиымдары біраз нәрсе жазылғанда, сол жерден айтып беріп жатырмын мен қабір туралы ше. Мұнда қазір интернетте өте жалған ақпарат тарап жатыр, что тәңіршілер өлген адам далаға тастайды деген ше. Түсінесіздер ма? Мен соны бәленің бәрі осы араб құлдықпен келген ғой бізге. Сәке бір минут айтып өлтіру сондайдың бәрі отымен келген ғой. Өйткені бұл не ғой ондай. Эгоистердің дінінде бұл эгоист. Өзінің қарақан батырғанда ойлайтын эгоистердің дінінде бұл. Сәке, аяқтап жүрейін сол әңгімені. В общем, сол жаңа Карпини жазып кеткен ғой. Айтады, адам знатный лицо дейді жаңағыдай. Өте атақты адам қайтыс болса дейді. Жаңағыдай көр қазақ дейді. Оның жанынан тағы бір көр қазақ дейді. Ұятшық. Естіп бастар ма? Енді оны айтып қойды ғой, ар жағын. Сосын... Ой, бля, не... Мәке, сізді бұжырлап атым да, бір-бірімізді естімей қалатымыз. Микрофонымыз бұжырлап. Жоқ, қобыра енді айтса не бопты енді, қаста оны білеміз ғой енді. Білетін нәрсені немеге айтып отырсың енді мына жерде. Білеміз ғой оны. Жаңағы көр қазған кезде ар жаққа қайтқанын қояды, бер жағына... Құл деген не ол? Көмекшісін құл деп оны монах айтып жатыр, монах құл деп айтып жатыр. Олардың көзіне ол құл болып көрінеді, түсінесіздер ма? Оларға біреуге біреу жұмыс істесе, ол құл болып есептеледі. Европаның түсінігі сондай болған ол кезде. Енді Европа солай ойлады дегенде ол бізде ондай болған жоқ қой? Айналайын жазбаға қарайтын болсақ, кезінде сен мына наймандарды білесің бе? Оларды мына путешественниктер үйлеріне келген кезде бізден төбедегі қара шаңырақтың белгісі бар ғой, төбедегі сол X сияқты көрінеді, байқайсыңдар ма? Крестик сияқты көрінеді. Сол наймандарды таңбасы сол X болған мына қара шаңырақтың белгісі. Қазақтарда көбінесе мына баяғыда жүзік, алқа, мөрдің өзінде мына қара шаңырақтың белгісі болған X сияқты. Соны қарап сенің путешественниктерің мына Арабия, мына Европадан келгендер не деп кетті? Әсіресе мына наймандарда қазақтар крестик тағады екен. Қазақтар немен бір христиан дініне кіріп кеткен екен деп сондай ақпарат таратып жіберген ғой. Ал ол негізі шаңырақтың белгісі. Көрдің бе? Сондықтан мало чего путешественниктер жазады. Сол жазып енді қазақтар ондай болды деген әңгіме емес қой ол. Не болса да, короче, болды ғой сонда. Енді мәселе соның ботқасын шығарып, енді не айтпақшысың сонымен, енді қазақты жамандамақшысың мен сонымен?
жамандап отқан жоқ, мен көрді адамды жерлеу дәстүрлерін айтып берейін жатырмын сізге. Ну айтсаңшы до конца енді не болды, аяғы не болды? Аяғы астында жазып жатыр ғой неше түрлі әңгіме, қарасаңшы сізде. Жаза берсін, не болды, сен неме бір жерімді қисайтып жатыр ма? Ол комментарийға үйреніп қалғанбыз біз. Кобра жаңадан алашұлы кірді, алашұлы сөз берейікші. Аха, болды. Теманы былай өзгертіп. Кобра соңы не болды, соңы Кобра? Енді қоғамның ойы іске аспай қалды ғой. Қазақтың жамандағанды біз үндемей тыңдап отыра береді деп ойлап қалды да бұл. Бұның жоспары іске аспай қалды. Сіз қателесесің, жамандап жатқан жоқ. Кобра негізі жақсы, білімді жігіт қой. В общем, айтпағым. айтшы до конца Кобра өлтірсіңді. В общем, біздің қазіргі жерді жерлеу дәстүріміз сол тәңіршілдік, сол баяғыда сол. Екі көр қазат біреуінен әкеледі да көмекшісін үш рет жатып тұрғызады да сонымен салам алейкум давай дейді да, в общем, рахмет саған депші. Түсінесіздер ма? Дұрыс қой, осы аяқ жағын бүйтіп айта салмайсың, осы бітті ғой. Сен полицейдің деді ғой, сен салам алейкум полицейдің деді ғой. В общем, рахмет саған дейді да, в общем, ше. Көмектесін, мына жігіттің қасында жүрдің от души. Алашұлымен өшірген жоқпын. Енді жолың ашық болсын депші жаңа бір в общем бәрі нормально болады депші. Екі көр қазатынын айтып берейінші мен. Не үшін қазатын бар емес па? Ол батырларды қазатындығын, батырлардың астындағы атымен бірге көметіндігін. Жоқ, ол бөлек ол. Батырларды, оларды технична көмеді. Батырларды екі көр қазатындығын атымен қосып көмеді. Атымен қосып көмеді оны. Оны технична. Ол бар, батырлар сөйтетін оны. Үстіне шөбегіп тастайды оны. Атымен қосып бірге көмеді. Екі көр қазат olsun. В общем, не болып кетті өзі. Мына жақта астында біреу жазып отқан, соны айтып отқан ғой мен негізі. Далаға тастайды бірдеңе деп айтып отқаннан кейін ше. Кобра, бірақ ұзақ айттыңдағыны жұрттың ішін жарып бере жаздадың ғой мынаны бар ғой. Дұрыс айтып қойды Кобра негізі. Мен әңгімемді аяқтайтын, менде сет болмай жатыр да. Менде сет нашар еді жаңа. Менде сет нашар еді, әңгімемді аяқтамадым. Қол деген жалпы қандай болады? Ол тегін жұмыс істейтін. Тамақты берсең де береді, бермесе де бермейді. Яғни сен барын ішесің, бермесе де болады. Тіпті сіздерге айтайын, анау ағылшын елдер бар ғой Еуропада, құлдар тіпті өлтіріп тастайтын да оны. Оған ешкім арасы түспейді. Мына Ресейде құлдарды білесің, Ресейде құлдарды. Құлдар болды крепостнойлар, құлдар ғой по-другому если. Бізде Қазақстанда болған жоқ ол құл деген. Дұрыс айтасыз. Жаңағы біздің қазақта, қазақтың заңы бойынша әр адамның құны болған. Құны болған. Егерде барым жалшысы деңіз. Малда кетіп жүрген ғой. Сол кезде мысалға біреуді өлтіріп қойса мысалға, ол кезде даже анау жылқы бағып жүргенде жылқыны айдап әкетеді ғой. Сол кезде шоқпармен бірін-бірі ұрып, ол уже заңды түрде болған оның барлығы. Соны өлтіріп қойған жағдайында оның құнын төлеген. Оның құны дегенің ол мысалға бір ауылдың байлығы сөйтіп төлеп пәленбай жылқы, пәленбай бірден кетіп сөйтіп не қылып отырған. Мынау неде Ресейде бір еркектің құны бір иттің құнымен бірдей болған. Әйелдің құны одан да төмен болған да мысалға. Европада вообще құлдың құны болмаған даже. Ол анау сатып алған бағасына қайтарып берсе болды. Жаңағы өлтірген адам. Сол Карпенидің көзі көрмей атты адамды бөлек қойған ғой, наверное, атымен көмгөсін. Қару жарағымен. Жоқ, Шынар әпке адамды көміп тастамайды ғой жерге. Просто дәстүрлі түрде жатқызады да тұрғызады. Ну, все равно это же дико же тұрғызып отырғызып. Не деп айтып отырсың? Не қайдан оқыдың? Жаза береді ғой. Ол көзқарасы бөлек. Шынар ханым, ол ондай біздің сақтайпаларында болған. Бірақ ол кезде жаңағы анау именно құлдар бар ғой, басқа жерден алып келген, жаңағы үйіне құл қылған, соғыстан алып келген. Сондайларды бірге өлтіріп көметін болған. Кейін уже оны өлтірмейтін болды ғой, кейіннен бар. Жылқысын да өлтіріп, астына мінген атын да өлтіріп, екі құлын, екі күңін жаңағы өлтіріп, сөйтіп бірге көметін болған бұрында енді, 3000 жыл бұрын. Ал кейіннен барып, уже ондайдың бәрін тоқтатып,
өйткені ондай құлдар болмай қалды ғой енді. Олар енді жатқызып тұрғызатынын білмеймін, бірақ әйтеуір солар жуындырып, жаңағы не қылып, барлық жағдайын жасайды ғой, шығарып салады ғой енді, общем айтқан кезде. Қожайын шығарып салады да ар жаққа. Туысы бар, сол үшін екі көр қазылады сол үшін. Онда тұрған не бар еді, түсінбеймін ауырған, неменеге сонша нетіп кеттіңіздер, ол тарих қой. Ол ше, бері қараңыздар, құлымен бірге көміп деген қазақтың тарихында бір дерек жоқ, бұл жерде өтірік айтпаңыздар. Шынында да атымен көмген сақтардың кезінде ыдыс аяғымен, қару-жарағымен, атымен, ат абзелдерімен көмген, бірақ қасында адамдармен көмбеген, өтірік ақпарат таратпай қойыңыздар. Именно біздің қазақтың салт-дәстүрінде қасында құл болмаған, бізде адамды өлтіріп қасына көму деген именно қазақтарда жоқ. Осындай өтірікті қайдан аласыздар осы? Адекестер сіздер. Қай деректе айтылған, айтыңыздаршы, бір деректер жоқ. Ана сақтардың кезінде даже ана алтын адамды көріңіздер, алтын адамның киімі бар ғой. Сол біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасыр, сол алтын адам 16 жасар сақ жауынгерінің несі, алтын адамның киімі. Оның қасынан бір адам табылған жоқ. Оның қасынан ат табылды, аттың әбзелдері, ыдыс аяқ, қару-жарақтар табылды. 100-ге жуық